Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында қалай айран ұйытуға болатынын көрсетемін. Ол үшін бізге қажетті дүкендегі кез келген 5 күндік сақталатын сүт. Сол сүтімізді алып 100% етіп қайнатып аламыз. Қайнатып алғаннан кейін бөлме температурасында суытуымыз қажет. Яғни ауыз күймейтіндей 35-40 градус болу міндетті. Осы сүтімізге өзіңізге ұнаған кез келген қаймақты алып, қаймақты жақсылап тұрып араластырып, сүтімізге бір ас қасықтан салсаңыз болады. Сүтімізге саламыз. Салғаннан кейін сүт пен қаймақ жақсылап бірігу үшін жақсылап тұрып ұзын қасықпен араластырып аламыз. Сол кезде айраныңыз бір қалыпты қою болып шығады. Және мұнда ескеретін жайт, сүтіңізді ұюға қойған кезде сүтіңіз қозғалмайтын жерде және жылы жерде тұруы міндетті. Өйткені егерде сүтіңіз қозғалып кеткен жағдай болса, ол сүтіңіз сізге айран болып ұйытылмайды. Сүтті жылы жерде 8-10 сағатқа қою қажет. Және мен сияқты осылай үстін жылы етіп жауып қоясыздар. 8-10 сағат өткеннен кейін айранымыз дайын болады. Мінекей мен айраным дайын. Енді осы айранымызды холодильникке қоясыз. Холодильникте тұрғаннан кейін одан да қатты қоюлана түседі. Мінекей қараңыз, менің айраным қандай қою болып шықты. Ал ендеше астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.